Баршаларыңызга кайырлы күн. Бүгүн сиздер менен ресторандагыдай өтө дәмдүү болуп чыгатын дапанжи тамагын дайындайтын боламыз. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Отбасыларыңызга катты унайтынына сенімдімін. Бизге тауық эти және де пияз кажет. Пиязымызды майдалап туурап аламыз және де картоп. Картопубузду осылай 1/4 бөлүккө бөлүп аламыз. Енді қазанымызды қыздырып, майымыз қызады. Содан соң құмшекерімізді салып, кішкене еріп, карамель түске енгенше күтетін боламыз. Астын жай қойып қойған дұрыс, күйіп кетпесін. Осылай карамельге еніп жатқан кезде енді тауық аяқтарын салатын боламыз. Енді жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай түсі өте әдемі болып шығады, қызарып, дәмі де өте керемет болып. Осылай 5-10 минут жақсылап қызартып қуырып аласыздар тауық аяқтарын. Енді пиязымызды салып, пиязымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Piyazımızды жақсылап қуырып алдық. Енді турап алған картопымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, картопымызды кішкене қызартып, қуырып аламыз. Сонда өте дәмді болып шығады. Жақсылап қуырып алдық. Енді чесногымызды майдалап, турап қосатын боламыз. Қанша қоссаңыздар да өз еркілеріңізде. Және де соя соусын қосамыз 1-2 ас қасық. Егер жоқ болса, қоспасаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып, тағы да қуыратын боламыз. Соя соусын қоссаңыздар, еттеріңіз жұп-жұмсақ болып, өте тез пісетін болады, әрі ерекше дәмді болып. Жақсылап қуырып алдық. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш, өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай дәмдеуіштерімізді араластырып алдық. Енді бізге қайнап тұрған ыстық су қажет. Осылай жартылай батып тұратындай етіп құятын боламыз. Суды көп құюдың қажеті жоқ. Енді осылай қайнап тұрған күйінше орташа отта бетін жауып пісіретін боламыз. 20-25 минутта піседі. Енді гарнирге күріш пісіретін боламын. Осылай табамызға сары майымызды немесе күнбағыс майын құямыз. Сары майды осылай жақсылап ертіп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сары маймен күрішімізді жақсылап жуып тазалап, үстінен салып, осылай жақсылап барлық жерін араластырып аламыз. Сонда күрішіміз езілмей, бір-біріне жабыспай, өте дәмді болып шығады. Осылай 1-2 минут жақсылап қуырып аласыздар. Жақсылап қуырып болғаннан кейін бір тегіс етіп дайындап аламыз. Және де суымызды құямыз батып тұратындай. Дәміне қарай тұз саламыз. Осылай кішкене тұзын араластырып алдым. Енді бетін жауып пісіретін боламыз. Осылай майы шығып, ешқандай жабыспай, өте керемет болып піседі. 20 минутта пісіріп аласыздар. Енді тауық етіміз пісіп, дайын болған екен, осындай болгар бұрышын қосатын боламыз. Кез келген түрін, қызыл, сары, көк түрін қолдансаңыздар болады. Қызыл мен жасыл түрін қолдансаңыздар өте әдемі көрінеді. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып қоятын боласыздар.
осымен дайын. Күрішіміз де пісті. Дана болып езілмей, өте әдемі, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Енді осылай тарелкаға немесе үлкен ыдысымызға өзің қалауыңыз бойынша сәндейсің. Мен осылай үлкен кесеге салып дайындап алдым. Және де осылай айналдырып құйып шығатын боламыз. Және де қалған осылай суын құйып шықсаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Осымен біздің тағамымыз дайын. Баршаларыңызға ас болсын.